Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін торттың бисквит нанын дайындаймыз. Оған бізге жұмыртқа, қамыр қопсытқыш, ұн, қант қажет. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек алдым. Ыдысқа жұмыртқаның ағын салып, миксерлейміз. Одан кейін шет-шетіне қантымызды себе отыра, жақсылап 2 есе ұлғайып, ағарғанша араластырамыз. Осылай ағарып 2 есе ұлғайғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын бір-бірден сала отыра араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Бір бөлікке салдық. Оның үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, қалақшаның көмегімен асты үстіне келтіріп араластырамыз. Ұндарыңызды бірден салсаңыздар, қамырларыңыз отырып қалуы мүмкін. Сол себепті ақырындап асты үстіне келтіріп араластырып, ұнымызды 4 бөлікке бөліп саламыз. Қамырымыз дайын болды. Пергамент қағаз төселген ыдысқа қамырымызды құямыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Үстін тегістеп, қызарғанша пісіреміз. Бисквитіміз пісті. Суығаннан кейін сыртында қалпынан шешіп аламыз. Үлпілдек өте жұмсақ болып пісті. Асты да осылай толықтай піседі. Осындай тортқа арналған оңай тәсілін қолдаңыздар бисквиттің. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.